Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Сау болыңыз деген. Рухорда мұражайында әнші Нұрбақыт Қарағай келінмен. Қош көрдік. Қош келдік. Айбалтаны қараңыз, біздің балалардың қол өнері. Мына жақ қошқар мүйіз, қошқардың басын суреттеп. Бұрынғылар деймін, мысалы осындайлармен мысалы жаңағы жаулармен ойбай мынаны көргеннен қой дейтін жасың ғой. Тәуке ханның дәуірінен келіп отқан қайрақтас. Мынау ма? Мөңке би ұстаған. Мынау Тәуке соңғы замандағы ма? Мамыр хан деген батыр ұстапты. Мұнда біздің Шыңғыс хан атамыздың ұрпағы немересінің тиыны бар екен. Мыналар ма? Мұнда қытайлардың алғашқы тиыны. Мынау Адольф Гитлер, Екатерина Елизавета. Туна сағынасында мына уақыттарды. Қараңыздаршы. Осы кезде бала тұғымыз біз. Мынау қай жылдар шықты? 93-терде? Иә, 93 жылы. Осы кезде где-то 8 жастағы баламын ғой мен. Дінмұхаммед Қонаев атамыздың түймесі. Мынау ма? Әлкей Марғұлан атаның қызы өткізді. Бізде таза күміс дейді ғой. 99 осылай болады. Мынандай ма? Болмай ма? Күміс деген бәсі осылай жылтырау керек қой. Негізінде бұл алтыннан да әдемі көрінеді. Қола дәуірінің пышағы. Мынау ма? Ойбай. Енді мынаны жасап атқан кезде сол көздегі адам деймін да. Осындай бәленбай уақыттағы ұрпағы осылай көреді деп ойладым екен солар. Әжелердің шашпауы? Баяғы мынау? Баяғы шашпауы мына. Мынау тебен ине. Ұстап көрсеңіз болады. Тебен ине деген осы. Кәдімгі менің атым тәгінші деген күшті екен. Инелер осындай болған екен ба, иә? Қаныш Сәтбаев атамыздың орындығы. Жұмыс орнынан алып келдім. Мынау енді жыртылып қалған, бірақ әлі реставрация жасаған жоқпыз. Бәлкім осылай тұрған. Осылай тұрған дұрыс шығар айтқан. Ауыздықты ғана көрсетіп тұр. Атамның қазақ осы ауыздықпен әлемді жаулап алды дейді. Не айтқысы келіп тұр десем, ең бірінші атты игерген қазақ халқы екен айтқысы келіп тұр екен ғой. Міне 100 жыл болған ноқта. Бұғының терісі. 100-ге келген әженің кимеші, 100 жасаған әженің кимеші. Біздің мұражайымызда. Құрметті ағайындар, Бауыржан Момышұлы атамыздың тоны. Бұны біреу өзінің күйеу баласы дедіңіз бе жаңа? Күйеу баласына. Күйеу баласына, пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған дегендей, сыйға тартқан екен күйеу баласына.